Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Көрсету, тәуелді, бәссауда, ақпарат, тілші, бұқаралық ақпарат құралдары. Айтқаныңыз келсін. Айтқаның келсін. Айтқандарың, айтқандарыңыз келсін. Құрметті тыңдаушылар, жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма. Берілген мәтінді менімен бірге оқып отырыңыздар. Заманауи өмірде бұқаралық ақпарат құралдары қандай орын алады? Енді келесідей жағдайды көзіңізге елестетіп көріңіз. Сіз газеттер, журналдар, теледидарлар, радио таратқыш құралдар мен компьютерлер толық жоғалып кеткен жағдайға тап болдыңыз делік. Байланыс және коммуникация құралдарының барлығынан айырылған адамның әдеттегі күні қалай өтетіндігін ойға алып көрелік. Сіз соңғы жаңалықтарды, футболдық жарыстардың нәтижелерін біле алмайсыз. Қызық концерттік бағдарламаларды көре алмайсыз. Нәтижесінде адамның күнделікті өмір сүру тәртібі өзгеріске ұшырайды. Адамның әлемді тану мен қабылдауы көз алдында өтіп жатқан оқиғалармен шектелетін болады. Ал сізден тысқары жатқан, яғни естіп көре алмайтын әлем, сіз үшін белгісіз жер, terra incognita ретінде қала береді. Оқып болсаңыздар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдары. Грамматикалық тақырып ырықсыз етіс. Грамматикалық тақырыпқа тоқталайық, ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс қимыл әрекет есі белгісіз болатын етістің түрі. Яғни, қимыл есі өзі қимыл әрекет істемейді. Ол басқа біреудің қимыл әрекетінің объектісі болады. Мысалы, үй бәссаудада сатылды. Оның киімдері тазаланды. Жұрнақтары ыл, іл, лы жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, жауап берілді. Етістік негізінде ыл дыбысы болса, ын, ін, ны жұрнақтары жалғанады. Мысалы, үй салынды. Бұл жұрнақ етістік негізінің мағынасына амал ырықсыз істелетіндей мән. Жамайды, үстейді, бірақ ол формадан амалды кім істегені көрінбейді. Өздік етістен айырмашылығы. Өздік етісте ын, ін, ны жұрнағы амалдың шарпуы немесе нәтижесі оны жасаушы субъектінің өзіне тиетінін білдіретіндей мән береді. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыппен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты екінші тапсырма. Тиісті форманы қойыңыз. Алдарыңызда берілген ыл, іл, лы, ын, ін, ны жұрнақтарын
бос орындарға қойып, сөздерді толықтырып жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Тексерілді, қаралды, сатылды, ішілді, боялды, алынды, көрінді, жасалынды, салынды, бөлінді. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар, үшінші тапсырма. Тиісті сөздерді қойыңыз. Сөйлемдерді толықтырып жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Менің киімдерім қымбат сауда орнынан алынған. Сенің киімің немен жуылған? Мына бөлме жақсы тазаланған. Алма 2-ге бөлінген. Сенің үйің жақсы салынған. Оқушылар тапсырманы өте жақсы түсінген. Бұл тон барлық адамға көрсетілді. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Алдарыңызда берілген сұрақтарға мұқият болып жауап беріңіздер. Теледидардан кино көресіз бе, әлде бағдарламалар көресіз бе? Отандық кино көруді ұнатасыз ба, әлде шетелдік фильмдерді қарағанды жөн деп санайсыз ба? Теледидардан қандай бағдарламалар көргіңіз келеді? Қазақстандық телеарналардың қайсысын бірінші орынға қояр едіңіз? Себебі не? Шетелдік телеарналардың отандық телеарналардан қандай ерекшелігі бар деп ойлайсыз? Газет оқисыз ба? Қандай газет оқисыз? Берілген тапсырма түсінікті болса, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.